Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Песочный печеньенің рецебін ұсынамын. Мен осылайынан колбаса ретінде істедім. Негізі домалақ қып, әртүрлі форма келтіріп пісіре беруге болады. Видеоны соңына шейін көріп, лайк, комментарий жазып, каналыма тіркеле кетіңіздер. Міне осыған 2 жұмыртқа, 1 жұмыртқаны целиком қосамыз, тұтастай. Екіншісін сарысын ғана қосамыз. Ой, сарысын ағын қойдым ғой. Ағын кішкене алып, сарысын саламыз қазір. Біреуінің сарысы, біреуінің ағы болды. Енді мына ағы. Енді осының үстіне қант қосамыз. Венчикпен араластырамыз жақсылап. Сұйық май қосамыз. Онда жақсылап тұрып араластырамыз. Қазір шым-шым тұз қосамыз. Осылайынан шым-шым қып кішкене ғана қосамыз. Онда жақсылап араластырып аламыз. Өлшеніп тұрған ұнымызға 1 чайный ложка разрыхлитель қосамыз. Оны міндетті түрде еленген болу керек. Осылайынан разрыхлитель араластырып аламыз. Ванилин қосамыз қазір. Онда кішкене саламыз. Ванилин саламыз. Ванилиді өздеріңіз қалауыңызша қоссаңыздар, қосасыздар, қосқыларыңыз келмесе ванилинсіз де істей беруге болады. Өте оңай, 20 минутта дайын болатын печенье бұл. Венчикті тазалап аламыз қазір. Енді қалғанды қосамда қазір қолмен. Ең бастысы тұз, қант бәрі араласты. Самый главный. Енді қазір қолмен елейміз. Осылайынан елеп. Осындай болып шығады, сап-сары. Мен негізі сұйық май қостым. Егерде маргарин қосамыз десеңіздер, қосуға болады. Былай 1 минуттай астын жауып аламын. Осылайынан
5 бөлікке осылай бөліп аламын қазір. Осылайынан есіп аламыз. Ұзыншақ қылып тураймын. Ең ыңғайлысы осылай оқтаумен жайып нетіп атпаймын. Осындай ұзыншақтар кесіп аламыз. Осылай риске салдық, осылайынан пісіп шықты. Енді арасын алып міне осылай болып пісті. Видеоны соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Песочный печенье дайын болды. Үй жағдайда орысша айтқанда песочный печенье. Видеоны соңына шейін қарағандарыңызға рахмет. Видео шыққанша сау болып тұрыңыздар. Рахмет.